қанша рет қайталап айтамын, жігіт мүгіт ұмытасың қарындасым. Ертең 22-ге толасың, смело жүре бер қалаған. Аға өстің ғой. Өскенесің 2000 жылғы емессің ба сен? Әлі 19-дасың. Ертең асықпай тол, смело жүре беретін боласың. Жан болдыңыз ба? Мысалы менің қызым бар, әп-әдемі, мысалы үлкен болды осы. Қаншадасың мысалы сен? 2002. 2002. В общем, ұнамайды сен маған кішкентай болып көрінесің ба? Ешқандай жігітмін ұмытады. 2002-сің ба не сен? Өш? Сен аған қайда қарап жүрсің? Точно 2002-сің ба? Қарындасың қабағы ашылмаған ай, қабағыңнан айналдым қарындасым ай. Мороженое алып келіп қойған жан. Мороженеға ақшам жоқ жан, серьезно. Маған жалко емес шығар, мороженое алып бер. Жан, одан да екеуміз қыз бен жігіт сияқты кәдімгі ресторанға барайық бүгін. Жан, о ресторанға бара алмаймыз біз. Қарашы, менде туфли жоқ менде. Туфлиді қарызға ретке әперем. Ол туфлиді алған соң юбка алу керек болды. Сосын оны алған соң оған сай келетін кофта алу керек. Оны алған соң оған сай келетін шапка алу керек. Сосын сумка, сосын украшение, сосын макияж, сосын шаш жасау керек. Сосын оның бәрін алған соң қайттан туфли алу керек. Туфли сай келмей қалады. Жан, қандай мороженое жейсің? Жан, туфли. Жоқ, жан, мен жоқ сенде. Эй, принцесса, меньше стресса. Гули, мен қызбен жүрем, айтшы, қыздарға не ұнайды, мен бәрін істеймін кәдім. Не жақсы көреді қыздар, айтшы. Только по секрету ғана айтам. Ешкімге айтпайсың. Білмейді жігіттер, айтшы. Қара, біріншіден қыздар қандай парфюм иісі прям күшті. Одеколон ба? Иә, Бастар кете ма? иә. Болды ғой. Енді келесісіне. Екіншіден Иә, екінші. романтик жігіттер болады ғой. Сондайларға бастар. Точно атады ғой, иә? Кәмелмен тұрады. Самого заботливого садовника самый прекрасный цветок. Это тебе. Келесі тағы не атады қыздар? Қара, үшіншіден по секрету ғана айтам да, ешкімге айтпайсың. Айтшы, не? Андай көтені деген сочный жігіттер болады ғой. Сондайларды ұнатады. Қыздар ма? Иә. Қыздар деген сайын не? Көтені, шілек көтені сүймейді жаныз? Маған негізі сенің көтенің ұнайды, бірақ мен сені толықтай қалаймын. Ай, мен ұялып отырмын бірақ енді. Неге? Не oldu? Адамдар қарап тұр ғой. Қараса қара берсін, мен де ұялып тұрмын бірақ түсініп тұрмын бірақ енді. Қанша болды осы? Жоқ, ұяламын. Несі ұял? Қанша болды ғой? Қанша күн болды ғой? Қарызымды қайтаршы. Қарызым деп қайтарам. Ертең қайтарам. Қарызын сұрауға да ұяласың. Қыздар, Гули. Осындай екеуің сияқты екі келіншегім болса рахат жары. Давай көрейін. Күшті екен одан. Бәрі екеуіңгі де күшті екен. Ей, бірдей ғой. Бірдей емес, Ішем. Жан, біздің көйлектеріміз қарашы. Мәсі, екеуің де әдемісің, ең әдемі қызсыңдар. 200 мың теңге алдым ма сен көрген? Қымбат. В смысле 200 мың теңге? Сонда сен мен 199 мыңға алдың. 1000 теңге ғой. Жан, тез бош туф. Продавлет әлі біткен жоқ қой, қайда кетіп барасың? Тездетші. Қазір. Біткен жоқ ма? Біткен жоқ па? Қазір вагонда жуар, барына санақа. Екі қатын бәле болды. Барына. Жан. Ау? Осы бәрді басталды енді істеп қой деген. Екеуміз шынымен жүріп жатырмыз ба? Яда жан көріп тұрған жоқсың ба не? Кәдімгі екеумізге ғой үйленеміз ғой, Иә, кәдімгі кіші дайын. Енді кәдімгі екеуміз сен маған тұрмысқа шығасың ба? Жаным, мынаған қарызды мен уже дайын тұрған Әмір шығармын. маған қорықтым бірақ. Өмір бақи кәдімгі менімен бірге тұрасың ба? Өмір бақи екеуміз жүріп жатырық қой точно. Жан, қумашы біздің тойымыз болайын деп жатқан шығарсың. Тоқта жан енді. Өмір бақи менімен өлгенше менімен бірге тұрасың ба? Құшар, үйленбеймін. Үйлену керек еді. Училась кисанью ленин. Жігіттер бөлмейді, звондап отырмын. Алло? Алдында да өйстіп әйелі звондап кетіп қалған тұғым. Подкаушник сияқты? Подкаушник өмір кетіп қалған. Давай. Ой, жорап кетті ғой. Не болып кетті анау? Звонашы. Че там келдің жігіттер, қайда барамыз? Подкаушник алайын ба? Конкретно подкаушник демеңдер. Біліп алыңдар кім екенін подкаушник. Кім? Таза сенсің подкаушник. Не үшін? Кім хабарласқан білесің ба? Сен келіншегің хабарласқан, телефонның өшік, балаң алып отыр, сен балаңа дәрі әкеліп бердің, родной.
Ренжімейсіз брат. Біліп алсаңыз конкретно қызында отыр. Алло. Жан. Барам. Кім? Сен келіншегің. Бұның Мен келіншегім. баласы жоқ қой. Балам жоқ қой. Келіншегің өзі шақырып жатыр. Баласы жақында болады. Оны айтпаңдар конкретно біліп алыңдар жігіттер. Балам бол деймін ғой жақында. Тосын не? Базар жоқ. Балам бол. Менің де балам ауылда емес па? Әкеңнің Жалғыздықта қалдырмайтын жан серігім мұңайғанда братан қалайсыз да? Қыз тауып алғансың ба немене? Бір қызды ұнатып қалдым. Сол қыз үшін до конца барам. Әдемі шығар Әдемі жүр таныстырайын ба? Әдемі қыз. Нормально. Білейін, подруга бір бала қырындап жүр да, бірақ маған ұнамайды, қалай айтып айтсам болады. Өзің де жынды қыздар ұқсапсыз да, и өзі-ақ сенен қашып кетеді, сразу сөйтем онда. Привет, қыздар. Қалайсыңдар? Таныс қой, Айка. Енді бір түрлі ғына қызың осындай қыздарды айтып алып На районе джай пацаны подруги На районе джай обычный бывает Сколько епті джай Нұрдәулет, ана жақта сен қарындасың, жігітпен тұр. Мен қарындасым ба? Кішкентай ғой мен қарындасым. Сол көп кішкентай ғой, бір жігітпен тұр ана жақта. Бәлә, бұл жігіт. Жүр. Міне. Қайда жігітің? Мен саған не айттым, қарындасым, өсесің, жүресің. Кішкентай емессің ба сен? Өскесін жүр дедім ғой. Мен тоқтатамайсың. Көтін айрам жігітің ба? Шақыр. Шақыр, жігіт. Что там, что случилось? Не ол? Қарындасым өсіп кеткен екен ғой. Өсіп кеткен. Күйеу алың мықты екен. Күйеу, біреу тисе айт. Менің ағам керемет Мұнан арғы